Баршаға сәлем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Головкиннің болашағы айтылды. Лаборатория бокс YouTube арнасының авторы қазақстандық Геннадий Головкиннің рингке оралуына күтуге болады деген қатысты ойын айтты. 42 жастағы Головкин соңғы рет 2022 жылдың 17 қыркүйегінде рингке шығып, Саул Канело Альварестен екінші рет жеңілген еді. Головкин меніңше ол енді қайтып рингке шықпайды. Мәнісі жоқ. Головкин жігіт, былай айтқанда бәріне өзінің дәлелдеді. Жасы келгенде де жоғары деңгейде жұдырықтасты, дейді автор. Жәнібек Әлемханұлы өзінің қашқан екі чемпионның айқасына қатысты ойынын айтты. Жәнібек Әлемханұлы орта салмақта WBS чемпионы доминикалық Карлос Адамес пен британиялық Хамза Ширас арасында өтетін жекпе-жек қатысты ойынын айтты. Жекпе-жек 2025 жылдың ақпанында Саудия Арабиясында өтеді деп жоспарланған. Ширас британиялық достастық пен Еуропа чемпионы орта салмақта WBS Silver титулы ие екені айтып кетейік. Олар бір-бірімен айқасатын болып шешті ма? Құрметті жанкүйерлер, енді кім екенін білесіздер деп жазыпты Әлемханұлы әлеуметтік желіде. Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.